Арт пирожный мандариннің дайындық жолын көрсетемін. Видеоны толықтай қарап шығыңыз, толық рецепт описанияда. Ең алдымен сиырдан жасалған желатинді салқын суға салып, бұқтырасыз. Бұққаннан кейін ысытылған сливкиға салып жақсылап ерітіп, үстінен ақ шоколадты қосып, барлығын ерітіп, осылай дайындап аласыз. Енді 33% сливкиді миксермен жақсылап араластырып, қоюланғаннан кейін үстінен творожный сырды қосып, тағы да араластырамыз. Содан соң ерітілген шоколадты қосып, және джем немесе куртты осылай қосып, мусты дайындап аламыз. Дайын болғаннан кейін кондитерлік қапқа салып, ары қарай мусты жинауға кірісеміз. Мандаринге арналған формаға мусты осылай жартылай құямыз. Ортасына начинка, тағы да жоғарғы қабатына муспен жауып, морозилкаға қатуға 12 сағатқа немесе 1 түнге қалдырасыз. Енді жағылатын ганашқа какао масло және ақ шоколадты микроволновкада импульспен ерітіп, содан соң үстіне жирорастворимый красительді қосып, блендермен езіп аласыз. Блендермен езген кезде красительдің төбесінде ғана тұру керек, басқа жаққа қозғамаңыз. Содан соң морозилкадан шыққан мусты тез шоколадқа батырып жұмыс жасаймыз. Менде осындай мандариннің кішкентай бұтақтары болды, соларды әсемдік үшін жабыстырып шықтым. Өте керемет болып шықты. Және мусты морозилкадан шығарғаннан кейін міндетті түрде холодильникте разморозка жасау керек 1-1,5 сағат. Дәл осы мусқа керектінің барлығын Ақтөбе қаласындағы Кенди Молл кондитерлерге арналған дүкеннен алдым. Ішінде енді барлығы бар. Сушиға да, тортқа да кез келген өзіңізге керек затты таба аласыз. Толық рецепт описанияда болсын.